Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен шығыс тәттісі осы восточный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге алдын ала електен өткізілген ұн және оның үстіне 150 грамм салқын тоңазытқыштан шыққан сары майды алып, осылай үкіштен өткіземіз. Ұнмен біріктіре отырамыз, сол кезде қолымызға жабыспайды. Дәл осындай үгітінді болуы қажет. Одан соң оның үстіне 50 грамм қантымызды және қамыр қопсытқыш және де бір жұмыртқаны жарып, жұп-жұмсақ қамыр елеміз. Дайын болған қамырды целлофан пакетке салып, салқын жерге 20-30 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін оның салмасын дайындаймыз. Тынған қамырды осылайша дайын осындай формаға салып, бортиктерін жасап, осылай табаға орналастырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай мен салмасына қара мейіз, сары мейіз және грек жаңғағын пайдаландым. Сіздер қалауларыңыз бойынша қара өрік, қара немесе жаңағы чернослив соларды пайдалансаңыздар болады. Әркім өз қалауларынша салмасын өзгертеңіздер де болады. Мейіздерді мен жуып кептіріп алдым. Ешқандай да тураған жоқпын, ұсақтаған жоқпын. Дәл осылай бүтіндей салдым және грек жаңғағын толықтай жуып кептіріп, оны духовкада бір қыздырып алғаннан кейін осылайша үлкен-үлкен бөліктерге бөліп дайындап алдым. Одан соң барлық осы құрғақ салманы салып болғаннан кейін оның үстіне сгущенка, яғни қоюландырылған сүттен 350 граммдай құямыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 40-50 минут аралығында толықтай піскенше, яғни үсті қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің восточный пирогымыз дайын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді, керемет, барлықтарыңызға ұнайды. Ас болсын.